Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі дәмді сәбіз тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбіздің сыртын тазалап, жақсылап жуып, осылай үккіштің ең кішкентай көзінен өткіземіз. 5 жұмыртқаны жарып, үстіне құм шекерді салып, қоюланғанға шейін миксерлейміз. Массамыз көтерілгеннен кейін үстіне сұйық майды құямыз және құрғақ ингредиенттерді араластырып, оны да массамызға салатын боламыз. Одан кейін массамызға барлығын құямыз және де кішкене лимонның қабығын үккіштен өткізіп қосамыз. Барлығын жақсылап араласқанға дейін миксерлейтін боламыз. Ең соңынан сәбізді салып араластырамыз. Одан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, осылай құйып, жайып шығамыз. Немесе формаға да пісірсеңіздер болады. Қызып тұрған 180 градустық пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшік, кілегей және қант ұнтағын араластырамыз. Корждар толық суығаннан кейін кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Тортты дайындап болғаннан кейін тоңазытқышқа 6 сағатқа жібереміз. Сол кезде крем сіңіп өте дәмді болады. Мінекей осымен сәбіз тортымыз дайын. Бұл өте қарапайым рецепт. Сол себептен де жасап көріп, өз бағаларыңызды беріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Ас болсын.